Мен Сабағұлы Шари, Қазақстан Республикасының азаматымын. 2017 жылы 18 қыркүйек жиенім Юсупұлы Қайрат қызы Мерекені туылған күн байланысымен Қазақстанда тұратын нағашысы маған қыдырып келуге жіберген. Алайда Мерекенің бәлиғат жасына толмағаны себепті жалғыз өзі қайта алмай, әке-шешесін Қытай үкіметі жібермей, 2018 жылы 1 ақпан жезден Юсуппен әпкем Шәкен немересі Мерекені алып қайтқан болатын. Бұлар бара салысымен жиенім Юсупұлы Қайрат пен жиен келінім Құмар қызы Дәметкенді өздері тұратын елді мекен Қытай Халық Республикасының Құмылы аймағы Баркөл ауданы Қызылтау егіс алаңында ешқандай себепсіз тұтқындап кеткен. Күні бүгінге дейін ешқандай хабар ошар жоқ. Ескерте кеткен жөн болар. Жиенім Юсупұлы Қайрат өздері тұратын Қызылтау егіс алаңының бас имамы болатын. Қытай үкіметінің бар айтар уәжі, айтар сылтауы жиенім Юсупұлы Қайрат сол елді мекеннің имамы, яғни дін қызметкері болғандығы себептігіне. Құрметті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Сыртқы істер министрлігі, халықаралық бірлескен мемлекеттер ұйымы өтінемін. Жиенім Юсупұлы Қайрат пен жиен келінім Құмар қызы Дәметкенге көмектесіңіздер. Олар түрмеден босап, өз отбасына аман оралуына өтінемін. Көмектесіңіздер. This man's name is Shari, last name is Sabah, citizen of Kazakhstan. He said his nephew, whose name is Khairat, last name is Uysun, Chinese ID card number is 6522221981109151223, and his nephew's wife, her first name is Damit Khan, last name is Kumar, sent their daughter Mereke to Kazakhstan in September 18, 2017 for this man's birthday celebration party. The parents of this girl were want to go their uncle's birthday party too, but Chinese authorities doesn't allow them to visit Kazakhstan. She is a teenager. She can't travel alone, so she was accompanied by her grandparents. The parents of the girl were arrested and sent to re-education camp innocently immediately after their daughter was returned to China in January 2017. His nephew, whose name is Khairat, last name is Uysun, and this girl's father was an imam. Imam means religious conductor in mosque. In spite of he was given certificate and appointed by Chinese authority itself. He hopes the president of Kazakhstan and the foreign ministers of Kazakhstan and international human rights organization can help his nephew released